Barшаңызға сәлем. Сіздермен бірге қолөнер арнасы, яғни сіздерге бүгін мен әдемі телефон чехолын көрсететін боламын. Керекті заттар леска, қайшы және 6 размерлі кішкентай моншақпен тоқитын боламын. Лескамызды кесіп аламыз. Содан кейін ұшын бірдей етіп алып, оң жақ лескамызға 4 монша өткіземіз. Мінекей 4 моншақты өткізіп, төменге қарай сырғытып, оң жақ лескамызды соңғы моншақтан өткіземіз. Өткізіп, ілмек жасап алатын боламыз. Мінекей ілмек жасап алдым. Сол жақ лескамды сол ілмектен өткізіп, моншақтың ортасына қарай бекітетін боламын. Енді осылай төрттікпен тоқимыз. Енді оң жағымызға 2 монша өткізіп аламын. Соңғы моншақта ілмек жасаймын. Сол жақ лескама 1 монша өткізіп, осы лескамды жаңағы оң жақтағы ілмектен өткізіп бекітетін боламын. Моншақтың ортасына қарай лескамды бекітемін. Мінекей осылай екінші төрттік болды. Тағы да оң жақ лескама 2 монша өткіземін, ілмек жасаймын. Сол жақ лескама 1 монша өткізіп, лескамды оң жақтағы ілмектен өткізіп, моншақтан бекітетін боламын. Осылай біз 24 қатар тоқитын боламыз. Мінекей 24 қатар тоқыдым. Енді біз 25 қатарда оң жағымызға 3 моншақ өткізетін боламын. Мінекей 3 монша өткіземін. Соңғысына ілмек жасап, сол жақ лескамды ілмектен өткізіп, бос тұрған лескамды ілмектен өткізіп бекітемін. Мінекей лескамыз жоғарыға қарай бұрылды. Енді біз оң жақ лескамызға 3 монша өткіземіз. Содан кейін соңғысына ілмек жасап, астыңғы сол жақ лескамызды ілмектен өткізіп бекітеміз. Жоғарыға енді қатармен тоқитын боламыз. Содан кейін астыңғы лескамызды 1 моншақтан өткізіп отырамыз, астыңғы лескамызды. Содан кейін үстіңгі лескамызға 2 монша өткізіп, соңғысына ілмек жасап бекітетін боламыз. Тағы да астыңғы лескамызды 1 моншақтан өткізіп отырамыз. Үстіңгі лескамызға 2 монша өткізіп бекітеміз. Дәл осылай біз соңғы 1 моншақ қалғанша тоқитын боламыз. Соңғы 1 моншақ қалғанша тоқып шығамыз. Мінекей тоқып шықтым. Енді астыңғы лескамды сол 1 моншақтан өткіземін. Содан кейін аударатын боламын. Содан кейін аударған жағымдағы, яғни астында жаңа өткізген лескама 2 монша өткізіп бекітетін боламын. Соңғысына ілмек жасап, жоғарыда тұрған лескамды ілмектен өткізіп бекітемін. Осыдан кейін тағы да жоғары қарай тоқимыз. Оң жағымызға 3 монша өткіземін. Соңғысына ілмек жасаймын. Сол жақ лескамды ілмектен өткізіп бекітемін. Дәл осылай тоқып шығамыз. Астыңғы лескамды астыңғы 1 моншақтан өткізіп отырамын. Үстіңгі лескама 2 монша өткізіп бекітетін боламын. Соңғы 1 моншақ қалғанша тоқып шығамын. Осылай, дәл осылай. Мінекей осылай. Соңғы 1 моншақ қалғанша тоқимын. Содан кейін астыңғы лескамды соңғы 1 моншақтан өткіземін, аударамын. Жаңа аударған лескама 2 монша өткізіп бекітіп,
Содан кейін басында 3 моншақпен бастаймыз. Содан кейін 2 моншақпен бастап, дәл осылай оңға солға біз яғни 20 қатар тоқитын боламыз. 20, асты 25 болады, үсті 20 қатар болады. Телефондарымызды осылай қойып, өлшеп тоқуға болады. Тек бір қатардан артық тоқып, осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тоқып шығуға болады. Мен 20-шы қатарда астыңғы лескамды өткіздім. Енді осы үстіндегі лескама 2 монша өткіземін. Астыңғы лескама емес, үстіңгі лескама 2 монша өткізіп бекітетін боламын. Екі монша өткіземін. Соңғысын ілме жасап бекітетін боламын. Енді мінекей біз бір қатардан біріктіріп шығамыз. Ол үшін жаңа өткізген астыңғы лескама 1 монша өткізіп аламын. Содан кейін келесі жағындағы мінекей 1 моншақтан өткіземін. Келесі бетіндегі соңғы 1 моншаны өткізіп, 3 болады, 4-ке туралау үшін қай жағына да болсын 1 монша өткізіп бекітетін боламын. Тағы да енді 2 жағынан өткізіп отырамыз, яғни оң жақ лескамызды оң жақ 1 моншақтан, сол жақ лескамызды сол жақ 1 моншақтан өткізіп аламыз. Содан кейін қай жағына да болсын 1 монша өткізіп бекітетін боламыз. Дәл осылай мына жоғарғы жағына дейін тоқып шығамыз. Оң жақ лескамызды оң жақ 1 моншақтан, сол жақ лескамызды сол жақ 1 моншақтан өткізіп аламыз. Екеуіне өткізіп алдық. Енді 1 монша өткізіп бекітетін боламыз. Жоғарысына дейін осылай тоқып шығамыз. Жоғарысына келген кезде дәл солай 2 жағынан өткізіп аламыз. Содан кейін қай жағына болсын 1 монша өткізіп бекітіп тастаймыз. Енді біз астыңғы қатарын тоқитын боламыз. Дәл жаңағыдай 2 моншақтан лескамызды өткізіп отырамыз. Содан кейін қай жағына болсын 1 монша өткізіп бекітіп тастаймыз. Дәл осылай біз мына 2-ші моншақ, яғни соңғы моншаққа дейін емес, 2-ші қатардағы моншаққа дейін тоқитын боламыз. Қазір сіздерге соңын көрсететін боламын. 2-ші қатардың 2-ші моншағына дейін тоқыдым. Сол кезде 2 жағынан өткіземіз. Содан кейін 1 монша өткізіп бекітеміз. Бізде 4-тік барлығында шықты. Енді жоғарыдағы 4-тікпен айналдырып бекітіп тастайтын боламыз. 2-3 қайтара айналдырып бекітіп тастаймыз. Енді сумканың қақпағын тоқитын боламыз. Яғни санап аламыз. Содан кейін мына 1-ші қатардағы емес, 2-ші қатардағы моншақтан өткізетін боламын. Сол жерден бастайтын боламыз. Көрсетіп тұрғанымдай 2-ші қатардағы моншақтан
өткізіп аламын лескамды. Мен ұзындау етіп кесіп алғанмын лескамды. Сіздер енді өздеріңіз ыңғайларыңызға байланысты кесіп алуға болады. Енді сол жақ лескама 3 монша өткізіп бастаймын. Соңғысын ілмек жасаймын. Бос тұрған лескамды ілмектен өткізіп бекітемін. Солдан оңға қарай тоқитын боламыз. Содан кейін астыңғы лескамды бір моншақтан өткізіп отырамын. Көрсетіп тұрғанымдай. Енді үстіңгі лескама 2 монша өткізіп бекітемін. Дәл осылай мына жаңағы соңғы 2-ші моншаққа дейін тоқып шығатын боламыз. Міне көрсетіп тұрғандай 2-ші моншаққа дейін тоқимыз. 2-ші моншаққа дейін тоқыдым. Енді соңғы 2-ші моншаққа келген кезде астыңғы лескамды сол моншақтан өткіземін. Содан кейін өткізген лескамды яғни аударып алып 2 моншақ өткізетін боламын. Соңғысын мен жасаймын. Бекітемін. Енді біз оңнан солға қарай тоқимын. Яғни сол жақ лескама 2-3 монша өткіземін. Соңғысын ілмек жасап, бос тұрған лескамды ілмектен өткізіп бекітемін. Дәл осылай тоқып шығамыз жаңағыдай. Үстіңгі лескама 2 монша өткізіп, астыңғы лескамды 1 моншақтан өткізіп отырамын. Бекітемін. Соңғы моншаққа дейін тоқып шығатын боламын. Соңғы моншаққа дейін тоқыдым. Енді аударамын. Енді осы астыңғы лескама 2 монша өткізіп, соңғысын ілмек жасап бекітетін боламын. Бізде 2-ші қатар тоқылды. Енді 3 моншақпен бастаймын басында. Бекітемін. Астыңғы лескамды 1 моншақтан өткізіп отырамын. Үстіңгі лескама 2 монша өткізіп бекітетін боламын. Дәл осылай біз 5 қатар тоқып шығатын боламыз. 5-ші қатарда астыңғы лескамды соңғы моншақтан өткіземін. Енді осы өткізген, яғни астыңғы лескама 2 монша өткізіп аламын. Содан кейін жоғарыдағы лескамды жоғарыда тұрған 1 моншақтан өткізіп ілмек жасап алатын боламын. Енді мен қысқартатын боламын. Содан кейін жаңағы сол жақ лескамды жоғарыдағы ілмектен өткізіп бекітемін. Енді 1 моншақ тастап тоқып шығатын боламын. Айналдырып, 2-ші қатардағы моншаққа дейін айналдырып шығамын астыңғы лескамды. Көрсетіп тұрғанымдай. Астыңғы лескамды, яғни 2-ші қатардағы 4-тіктен айналдырамын. Астындағы 1 моншақтан, жанындағы 1 моншақтан өткіземін. Лескамды жоғары қарай шығарып алдым. Енді 2-ші қатардағы моншақтан өткіземін. Содан кейін оң жақ лескамды дәл сол 2 лескамды қарама-қарсы сол 2-ші қатарда
екінші моншақтан қарама-қарсы өткізіп аламын. Мінекей енді бір моншақ тастаймын. Жаңағы сол жағыма 3 моншақ өткізіп бастайтын боламын. Соңғысын ілмек жасаймын. Сол яғни бос тұрған лескамды ілмектен өткізіп бекітемін. Мінекей бір моншақ тастап тоқып шығамыз. Сонда бізде салфетница сияқты үшбұрышты болып шығады. Мінекей астыңғы лескамызды бір моншақтан өткізіп отырамыз. Үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткізіп бекітеміз. Соңына дейін тоқып шығамын. Яғни мына екінші моншаққа дейін тоқып шығатын боламын. Мінекей тоқып шықтым. Енді астыңғы лескамды сол моншақтан өткіземін. Сол өткізген лескама 2 моншақ өткізіп аламын. Содан кейін жоғарыда тұрған лескамды жоғарыдағы 1 моншақтан өткізіп ілмек жасаймын. Осылай қысқартып отырамыз. Енді жаңа өткізген лескамды ілмектен өткізіп бекітемін. Енді біз мінекей екінші, яғни бірінші емес, екінші моншаққа дейін астыңғы лескамызды шығарып аламыз. Жоғарыға шығарып алдық. Енді лескамызды, екі жақтағы лескамызды қарама-қарсы өткізіп аламыз сол екінші моншақтан. Мінекей біз бір моншақ тастап тоқып жатырмыз. Сол кезде мінекей осылай ұштар шығатын болады. Енді 3 моншақ өткіземін, оң жақ лескама бекітемін. 1 моншақ тастаймыз, яғни астыңғы лескамды 1 моншақтан өткізіп отырамын. Үстіңгі лескама 2 моншақ өткізіп бекітетін боламын. 1 моншақ тастап тоқып шығамыз. Мінекей екінші моншаққа дейін тоқып шығамыз. Содан кейін сол моншақтан өткізіп астыңғы лескамызды, сол өткізген лескамызға 2 моншақ өткізіп аламыз. Ілмек жас. Содан кейін жоғарыда тұрған лескамды сол жоғарыдағы 1 моншақтан өткізіп, жаңағы моншақ тұрған лескамды сол ілмектен өткізіп бекітемін. Енді тағы да айналдырып шығамын астыңғы лескамды екінші қатардағы моншаққа дейін. Содан кейін екі жақтағы лескамды сол екінші моншақтан қарама-қарсы өткізіп аламын. Мінекей 1 моншақ тастадық. Мына екінші моншақта лескам тұр. Сол екінші моншаққа 3 моншақ өткізіп бекітіп алатын боламын. Дәл осылай астыңғы лескамды 1 моншақтан өткізіп отырамын. Үстіңгі лескама 2 моншақ өткізіп бекітемін. Дәл осылай біз 1 моншақтан қысқартып тоқып шығатын боламыз. Мінекей соңғы моншақ, екінші моншаққа келдім. Енді астыңғы лескамды өткіземін сол моншақтан. Содан кейін өткізген лескама 2 моншақ өткізіп аламын. Енді жоғарыда тұрған лескамды жанындағы моншақтан өткізіп, ілмек жасап бекітетін боламын. Содан кейін мінекей астыңғы лескамды мына екінші қатардағы төрттіктен өткізіп аламын. Содан кейін жоғарыдағы 2 лескамды қарама-қарсы сол екінші моншақтан өткізіп аламын. Сонда біз 1 моншақ тастап тоқып шығатын боламыз. Содан кейін 3 моншақ өткізіп бекітемін. Мінекей соңғысына келдім. Астыңғы лескамды осы 1 моншақтан өткіземін. Өткізген лескама 2 моншақ өткізіп аламын. Енді жоғарыда тұрған лескамды жоғарыдағы 1 моншақтан өткізіп, ілмек жасап бекітетін боламын. Мінекей осылай болып шығады. Магнит қойып, әдемілеп, или болмаса ілмек жасап
өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндеуге болады. Енді мен сіздерге жанын көрсететін боламын, яғни ілінетін жерін көрсететін боламын. Яғни төрттікпен тоқылғандықтан төрттікпен тоқитын боламын. Ең соңғы бір моншақтан өткіземін. Содан кейін ілмегіме лескама 3 монша өткізіп, яғни оң жағыма 2 монша өткізіп, сол жағыма 1 монша өткізіп, төрттікпен тоқып шығатын боламын. Тағы да көрсетіп жіберейін. Яғни жаңа бір төрттікті тоқыдым. Енді мінекей тағы да сол жағымызға, оң жағымызға болсын 2 монша өткізіп аламыз. Содан кейін екінші жағымызға 1 монша өткізіп, ілмек жасап бекітеміз. Екінші қатар дәл осылай тоқып шығатын боламыз. Бекіту тәсілі өте оңай. Мына соңғы бір моншаққа келген кезде соңғы моншақтан, яғни төрттікпен бекітіп тастайтын боламыз. Сіздерге енді ілетін жерін көрсететін болсам, мына соңғы 2 моншақ қалды менде. Сол бір моншағына, бір моншағында оң жақ лескамызға 10 монша өлшеп алып, қарама-қарсы, яғни екінші жағындағы моншақтан өткізіп бекітіп тастайтын боламыз. Төрттікпен айналдырып бекітіп тастаймыз. Мінекей менде оң жағында тұр ғой, сол оң жақта лескамды екінші моншақтан өткізіп бекітіп тастаймын. Мінекей осындай әдемі сумканы сіздер де тоқып үйреніп алыңыздар. Менде осындай етіп шарик жасап қойдым. Сіздер енді әртүрлі моншақ, әдемі жіңішке моншақтармен бекітіп тастасаңыздар болады, өте оңай. Осындай әдемі сумканы сіздер де тоқып үйреніп алыңыздар. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Алдағы уақытта басқа да әдемі бұйымдар түрлерін көретін боласыздар. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Осындай әдемі бұйымдарды жасап, табысты болыңыздар.